Керемет қуанышымыздың керемет дүркіреген думан тойымыздың бірінші бөлімінің үлкен осына әумин деп бас қайратын әрине той дастарханына келіп жайғасқан Ержан сынды Асқартап әкемізден әумин деп бас қайрыңыздар. Әумин. Жарылқа алла қабілет, жарылқаудың қамнет. Зетті абырой бар дөлет, қыдыр қарап бақ қонсын. Әуелі алла оңдасын, пайғамбар болсын, жолдасын. Әуелі алла бақ берсін, баяндығып нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды дәл осы үйге алып келсін. Тәңір берген есілең тепкілесе кетпесін. Көр алмаған дұшпаның мұратына жетпесін. Әуелі алла оңдасын. Қыдыр баба қолдасын. Ой, ұмытып қалдым бара. Асымызға адалдық берсін, басымызға амандық берсін. Көргендеріңіз той болсын. Әмин, Аллаху Акбар. Ел болып, жұрт болып, әйтеуір бір бата шығарып. Ал, бүгінгі керемет кешіміздің бірінші бөлімі тәмам. Барлықтарыңыз ортаға белаңына шақырайық. Бүгінгі керемет дүркіреген думан тойымызды ел болып, жұрт болып, тамаша бір би кешпен жалғайық. Абай атындағы орта мектептің түлектері, 50 жылдық Асқартап әкелерімізді, ақжылдықтарымызды барлықтарыңыз ортаға шақырамыз. Тойдың иісін шығарып, бұл ұрақтар бір жасына бейде орынсар. Шетел қыздар жиналып алып, күнде думан ойынмен сауық, вечерлерге барған кездер, көкші гүлі мініп алып, жалындаған жасымдан, қайтпайды екен расымдан, ең алғашқы махаббат, сол 18 жасымда. Көкші
Ani dolgi wieczór
Ал енді келіңіздер, бүгінгі жақсылық қуанышымыздың екінші дастарханына жайғасайық. Маевкаға значокты ұмытпаймыз деп аналарымыз ұсыныс білдіріп жатыр. Сондықтан да ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Болғанымен тойхана бір бай келгенін ұмытпайық. Сондықтан да өз уақытымызды өзіміз алмай, төрт көзіміз түгел болып, ең бақытқа ие болып, ел болып, жұрт болып бүгінгі жақсылық қуанышымыздың екінші бөлімін бастайық. Төрлетіңіздер. Аларыңыздар, қалайсыздар, жақсы отырсыздар ма? Кеш құтты болсын. Рахмет, аларыңыздар, қаны бір қандас, жүргегі бір жерлестер, өзім дегенде өгіздің қара күшін көрсететін барша қадірлі ханымдар мен асқарта бәкелер, бүгінгі қуанышымыздың екінші бөліміне қош келіпсіздер. Жалпы Абай орта мектебі 50 жылдық кеш құтты болсын. Жалпы бүгінгі керемет кешіміздің екінші бөлімінде ең көңілді қонақтар қайсы болды? Өз ең көңілді қонақтар қайдасыздар? Кейбір әкелеріміз бен аналарымыз дұрыс түсінбеді ау деймін. Бүгінгі керемет кеште жақсылық қуанышта, жақсылық қуанышымыздың екінші дастарханында ең көңілді қонақтар қайсы болды? Ал енді бүгінгі торқалы жақсылық қуанышымыздың екінші бөлімін тамаша бір тілекпен бастағанды жөн көрдік. Қазір енді санаулы минуттардан кейін арнайы осы ақшалықты аналарымыздың ұсынысы бойынша арнайы өздеріңізге деген ойындарымыз бола жатар. Енді ортамызға қазір мен жеребеден көрейін. Ең алғашқы ақ тілегімізді бастайтын әрине Нұртазаев Ордабай Нұртазаұлы. Барсызға. Одан кейінгі Дүйсенова Алтынай Болатжанқызы. Одан кейінгі Жұмагүл Келін дейді. Қош келдіңіз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі керемет кешке қош келдіңіздер. Енді бүгінгі жақсылық қуанышқа деген дос-жарандарға, жан достарыңызға деген бір тамаша тілектеріңіз болса, қалған барша әкелеріміз, аналарымыз 5 минутқа қасық, вилка, тарелка барлығын доғара тұрыңыздар. Ортамызға шыққан жан достарыңыздың тамаша бір тілегіне құлақ тұрыңыздар. Қазақта керемет сөз бар, естір құлақ болатын болса, есті әңгімелер көп айтылады дейді. Осы кісілердің бір тамаша тілегін тыңдайық. Ең бірінші болып мен кімге микрофонды берем? Ер адамға жол береміз. Ер адамға жол береміз, жол көрсетеміз дейді. Аха. Мына кісі ерекше болып тұр бар ғой, екеуміздің ортасында. Байқадыңыздар ғой, еркелеп тұрған сияқты мына кісі. Күйеу бала ма? Ал тілекке құлақ тұрыңыздар. Сіздер құдалық бірдеңе кіргет беріңіздер ме? Срочно келіңіздер. Әкемізден бастайық. Енді тағы да құттықтап келіп жатқан қадірлі қонақтарымыз бар. Ең әуелі Асқар Тәуе әкемізден тамаша тілегімізді бастағанды жөн көрдік. Қош келдіңіз. Рахмет. Мен енді мына сізде біргеде еді ғой. Біз классаттан өзіміздің келген классасының жолдасына сөз береміз. Жолыңды берсең рахмет. Ал енді құрметті Ақ-дастархан иелері, 76, 26
жылғы 50 жылдық кездесу түлектері. Міне, биыл мектеп бітіріп жатқандарыңызға 50 жыл болыпты. 50 жылда ел жаңа дейді. Бәріңіз салихалы ата, әже, апа болып отырсыздар. Барлықтарыңызда немере бар, немереден шөбере сүйіп Алла тағала нәсіп етсін. Әрқашанда осылай қартаймай, әдемі болып, терең қарттыққа жетіңіздер. Алдымызда енді 55 жылдық, 60 жылдық деген кездесулерге аман сен төрт көздеріңіз осы түгел жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Кездесулеріңіз ары қарай жалғаса берсін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Құрметті класстастар, бүгінгі енді 50 жылдық құтты болсын. Мына ұйымдастырып отырған менің нем ғой, енді абысыным. Соларға, Күлбаршынға, барлықтарыңа рахмет жандарым. Әрқашанда осындай ауызбірлікті болайық. Енді 55 жыл, 60 жыл деп жатыр ғой. 60 жыл емес, 70 жасымызды тойлайық жандарым. Аз қалды ғой, 3 жылдан кейін 70 жасқа толамыз. Сол 70 жастықты тойлап, үбірлі-шөбірлі болып, аман есен болайық. Осындай Ақтасарханға жиі кездесіп тұрайық, жандарым. Аман болыңдар. Дендерің сау болсын, бала-шағаларың, қызықтарын көріп, үбірлі-шүбірлі болып, ауырмай өсіп, жүре берейік, жандарым. Аман болыңдар. Құрметті класстастар, жігіттер, ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына 50 жылдыққа келіп отырған барлықтарыңа амандық тілеймін. Осындай жақсылықта болайық. Мына өмірден өткен класстастарымызға жаратта болсын. Арт жақтары, бала-шағалары аман болсын. Мына бүгін келіп отырған бәрі Тұрсынхан, Жайдарбек, Катя, Бағайла, бәрлеріңе рахмет тілеймін. Ұйымдастырып жатқан оңай емес. Бәріміз басы қосып. Рахмет, осындай жақсылықта. Тағы да жаңа айтып кетті ғой. 50 жылдық болсын, 60 жыл, 70 жылдыққа соға қосылады. Аллах бұйырса, соған жетейік. Анықтары, немерлерін, шеберлерін көріңдер. Аман болыңдар. Жақсылықта, тойда, дастархандарға, өстіп жақсылыққа, тойда кездескен нәсіп етсін. Рахмет, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Енді бүгінгі жақсылық қуанышымызға арнайы ақ тілектеріңізді ақтарып өттіңіздер. Енді дәл осы тұста фотограф қыз-жігіттеріміз бар ма? Тездетіп жіберіңіздер. Осы кісілердің құрметіне бір жақсылап суретке түсіріп алсаңыздар. Қарсы алайық! Болыңыз! Күнді күттім, күнім батса түнді күттім шаршап. Мұңын өтпен мұңғы күттің арасында кімді күттім аңсап. Баяндай серттер алмадым, мен қосыдай сен алмадым гүлім. Келем дебен кел алмадым, кел алмасаң неге. Көктен күткен гүлім. О, міне. Енді арнайы жеңгесі деп гүл шоғын өзіңізге ұсынды. Асқарда бәкемізге тәтті тағам тордын берді. Енді бұл кісіден сонау алыстан келгеннен кейін бүгінгі кешімізге ортақтасқаннан кейін өзіңізден бір жақсы жылы ақ тілегіңізді бұл кісілермен бірге қоса осы міне дастархан басына жайғасқан қадірлі үлкен Асқарда бәкелеріміз бен ақ жаулықты аналарымыз бар. Сол кісілерді ортаға тілекке бірге қосып бір жақсылап ақ тілегіңізді арнап қойсаңыз болады. Құрметті Ақтасархан иелері, ағамның класстастары, барлықтарыңызға 50 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, кездесулеріңіз. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, бала-шағалардың қызығын көріңіздер, немере, шөбере, туажап көріңіздер, еш уақытта ауырмаңыздар. Ең бірінші денсаулықтарыңыз мықты болсын, көрер күндеріңіз көп болсын, ақсақал сартысты болып, енді барлық жақсылық тілеймін, аман есен болыңыздар.
тобықтай 90 сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Ары қарай әнмен жалғастырсам ба екен деймін. Бір ауыз сөз ән бар. Айта бер, билейміз, айта бер. Қазір музыка қандай? Ернар Назардың өлеңі жып-жылы сөздермен. Жайдарлы жүздерменен, жып-жылы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған сөздерменен. Кездескен қандай жақсы, кездескен қандай жақсы. Қосылыңыздар, сіздер махаббат мен дегенде, жүректер шөл дегенде, сағыныш лаулағанда, бір көріп көрмегенде, көріскен қандай жақсы, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағыныш Рахмет. Өтірде ұмытып қалсаңыз бар ғой, бүгін мен кеш біткен жоқ. Қалған сөзін ертең майын күс болады, сөңізді арнасаңыз да болады негізде. Енді тілек қабыл болсын, осы бір жүрек жарды ақ тілегін арнады, одан кейінгі әсем әнмен жеткерсе деген ниеті болды. Шама келгенше барша сіздердің құрметтеріңізге енді кішкене де болса да, сәл де болса да кішкене толқып тұрған шығар. Оған кішкене сөге көрмейсіздер. Одан кейінгі енді Алла кісілер бірлер кезде болды, стакан алып шыға біледі. Енді осы әкеміздің қарындасы келіп жатыр ғой. Тамаша тілегін арнады, тамаша әсем әнін жолдады. Енді бұл кісілердің құрметіне бір жақсы бір музыканы қосайық. Дастархандағы дәмнен ең бірінші болып ауыз түйсін. Одан кейінгі әкеміз бен анамыздың осы бір жақсылық қуанышына арнайы ат басын бұрып келіп, тамаша тілегін арнап, тамаша әсем әнін жолдаған анамыздың құрметіне бір жақсы музыка қосайық. Осы аға жеңгесін орта қалдырып бір жақсылап би билеп алыңыздар. Болады шығар. Бүгін жақсылап бүгін қуаныш екенін ұмытпайық. Ал кет. Ортаға кетсеңіздер болады. Баяндай сәттер алмадым, мен қостай сен алмадым гүлім. Келендерің кел алмадым, кел алмасаң кел алмадым гүлім. Күндейдарым жасырған күнім, көптен күткен гүлім. Керек маған жұпарың мен мағым гүлім, күнім. Күндейдарым жасырған күнім, көптен күткен гүлім. Керек маған жұпарың мен нұрым гүлім, күнім. Көндірек Абай орта мектебі ең жылдар құтты болсын. Мен төлеген сен жібексің, мен де жүрек сен жүрексің жалын. Шын төлеген шын жібекке айналайық бір жүректе жан. Толқып соқса жайық сезім, айыпты мен айыптысың заңға. Сол жайықта кәкку ән сапсың арын жүр ақ туансың мәңгі. Жұпарың мен нұрым гүлім, күнім. Күндейдарым бұл жасырған күнім,
рахмет. Ал енді анамызға рахмет. Осы бір керемет кешке келіп, жүрек жарта ақ тілегін тамаша әсем ән салған сізге мағатығы. Сіз де осындай қуанышқа жетіңіз, Алла қаласа. Ал төрлетіңіздер. Әкелерімізді, аналарымызды толықтай дастархан басына жайғасып алайық. Рахмет. Ал енді назарды ортаға бұруларыңыз сұраймыз. Енді ортамызда ақ жаулықты анамыз барша сіздердің құрметтеріңізге қазір ақшалай сыйлықтар ұсынайын деп тұр. Ақшалай демесең ешкім қарамайтын сияқты өзі. Енді қазір осы бір кеште барша достардың құрметіне жақсы бір ойындар болайын деп тұр. Енді анамызды арнайы микрофонды өзіңізге ұсынайын. Қазір енді бүгінгі кешке дайындаған ойындарымызды арнайы өзіңіз ойнап тастаңыз, кетіңіз. Давайте енді класстастар, бір 50 жылдық кездесуде жасырын сыйлық деген ойын ойнайық, қызық болсын. Ұлдар да, қыздар да түгел 100% ойнайды. Қазір мен мына нені жасап қойдым, жеребевканы бір-бірден аласыңдар. Егер де аттарың өзіңдікі түсіп қалса, басқасын аласыңдар. Давай, нұртайлақ, бастар. Біреуінен. Егер аттарың өздері түсіп қалған жағдайда басқасын аласыңдар, қоясыңдар. Бісміллә деп алыңдар. Жаңағындай, ада саппеліне болады, жағдай айтасыңдар. Ой, Айтам. Өздерің аттарың өздеріңе түспесін, жарай ма? Мен бұл жерде білмеймін ғой, кімге кіріп түсірген. Түссе ауысып сразу қоясыңдар да, қайтын ауыстырасың. Қазір өреге мынаны бүттіріп алайын. Айда, бүдіме айтпай отырыңдар қанен. Оқи береміз ғой. Құрашқа өзіне өз түсіп қалған, көрінде ма? Қандай совпадение, давай Ғалия ал. Мейрамды алды ғой, ал. Үштің бірін қақырға, бірін алды. Үшімізден қалма. Қайт olsa değil. Өзің ал. Çekçi. Aldın mı? Вау. Так. Енді кімнен бастайық? Мен өзінен бастай берейін, е? Арқалай, чтобы белгі болсын. Менікі бісміллә деп Лебирова Мейрамгүл. Ана газетің жүрсек тағы фоток беріп Так. Енді подаркаларды қашып көрсетейін. Мен айтым сіздерге қошты қол өнері. Нұрбаба, Нұргүл, сен давай өзің көрсет подари, потом Нұргүл ағарай жібереді. Мен Ерболаева Ғалия. Жоқ, тоқтай тұр енді. Міне, ол не кофе ішіп, это самое, есть алып қойып, тұзге салып қоймас. Чай, соль, сахар. Молодец. Сенікі? Ғалия? Ғалия. Сен өзің бересің Ғалияға. Сен бермейсің? Беріп қазір. Чарай бұрқан сияқтысың ғой. Так, ойбай, бұл кісінікі де бір қырып. Міне, мұна менен еске алдым, постоянно сол кіші отырады. Сенікі? Ұлтуған. Ұлтуғанға Ғалия береді. Солай қазір қойса қызық болады. Болады деген сөйлеген ғой. Так, не Ғалия? Ашсайшы, көрсетші. Ішін не қықпайды. Так, сенікі? Кім сенікі? Бағила.
Давай, подарок музыку апарт берем. Мылжытпай апарт берем, давай. Осындай бір қызық болсын дегеніміз ғой, хотя бы 50 жылда тым дұрыс отырмайшы. Вот тоже. Есіне алып, постоянно көріп отырады. Бұны передарить етіп жүрмеңдер, жарай ма? Өздерін пользоваться етіңдер. Так, Бағила ғой, бұл? Рахмет. Сенікі кім? Бағила? Менікі Нұртайла. Нұртайла. Давай. Вау! Мынандай. Рахмет, есіне. Есіне салып жүресің. Көтеріп жүресің, иә. Не деген келмет алған есің сен? Сәні қойсың, сәні. Сен кім? Мен Дүйсенова Алтынай Болатқанқызы дейді. Көрші, не қоймайсың ба? Алтынай не әкелді екен? Алтынайға. Жоқ, сен Алтынайға дейсің. Дұрыс қой енді. Ане, ол тоже ұстайтын нәрсе, Алтынайға. Алтынай, сен кімге түстің? Кім түсті саған? Маға Биби түсті. Биби, давай Биби, подарок әкелді. Түсте не екен, қазір көреміз. Набор. Чего? Ой, мне масленка. Еще что-то есть у нас. Ой, тоже это самое. Нет, салат. Бибишка есть на вот раз. Двойной подарок. Да. Серым кем спишь? Гульбаршин. Давай, осы наборды көріп есіне алып отырады бейнеді. Самылтырып жайдармен. Сенікі завидовать етіп атым, еш просто. Саған кім түсті? Айтпаймын Сымажда. Күштілған түсті. Ойбай жоқ. жоқ төгіп айтайын ба оқу керек қой тағы Қазыбек Нұрлан Тұралұлы. Міне білмей не екен. Аш. Ашаш енді, не аш бересің ғой? Я айту, ашып бұны. Мен немешінен көтер бағам, уже все. Ой, бағына бен аш болып тұршына. қыздар қайттым Оның үшін не зат екен кімгісін әйтеу бір түсірді. Нұрлан, қазір саған кім түсті соған бересің қазір. Тоқтай тұрсын, тоқта. Саған әлі жеткен жоқ подаркын, тоқтап тұр кішкене. Саған подарок бізге өнен кейін. Ата дебет кредит болмай қалады. қарда қағаз екен ренжімеңдер иә Бір нәрсе бұның үшін. білмеймін Ой, смотрите! Какой подарок? Да. батареясы жоқ бұның айтпақшы Батарейка алып қоясың. Батарейка фильм бересіңші. Так, саған кім түсті? Нұртазаева Нұраш. Мен оны айтайын. Әкем, қайда қалтаңдарын әкелсін. Нұртазаева Нұрашқа 5000 теңге. Oysa Nurlan, білмей қалған мен қазір Таксиге. Нұрашқа енді ақша керек қой, пойызбен жету керек. Ол біледі ғой, видите қалай. Сөйлесіп қойған ғой бұлар алдына. Білмейміз ғой, мұнан шықты ғой Нұрбақта. Жұмагүл ма? Давай, подари. Енді айтып қойып. Басып қалды ма, немене айтамын, сол бөлек Нұраш подари. Ой, молодец. Так, Жұмагүл саған кім түсті? Баян Расулқызы. О, баяшы, давай. Расулқызы. Закупкаға мына не.
Усилитель. Так, баян саған түсті. Қағазда бала салайын, или керек емес шығар енді. Досабаев сатан десек. Бұл кісіне береді екен, қасып береді. Парфюм болса әйеліне апарып беріп, керек қызына апарып беріп. Ничего страшного. Ой, баяндар, толып жатыр баяндар ішінде. Мынау самолайбица. Мынау не бар? Салатыңызда, чайыңызда да Жеткенше. Сөйген әйел құдалық қайда падар екен. Қайда барып құртсен ұланды бұл? Падар бер жеген қане падар келмейтін шығар. Ана молодежі тұрады ғой, үйге келіп айтады ғой. Так, баян сен кімге? Сен кім? Сатанға кетем сатан. Жеткіземей жатырмыз ғой. Бар, бұл жақта бар. Бар екен, бар. Мынаның ішіне сындырып, жөнеп салып. Бар менде, бар. Жаңа дос, жаңа. Тұсылған ғой. Оны кімген өзін алып деген үйде күнешті тұрмайшы. Ұрақ күне, мақыр айтқанды Кімге? Это тоже сақпа келеді. Сонымен, жақтан түгел болды ғой, я? Болды ғой, я? Келесі алып шылық команды жасама келесі. Ордабай. Алон еді, Ержан бар. Ержан, Ордабай. Так, сен, маған, менікі Либероваға бердің ғой. А сен кімге? Қағазың қайда? Просто ана не? Жоқ, қалды ғой? Жоқ, бәрінікі бар ғой, қазір. Көршін баған. Ержан, саған кім? Рахымбек Ержан. Онда екеуміз бір-бірімізге ауысады екенбіз онда. Ордабай түсіп отыр маған. Бір тазайып Ордабай, таза ола. Ойбай, дәулесі кепті, Ержан. Сонымен, Сандыққа Ержан келген жоқ. Жұмыста келіп тұр, біздер бірге тауып молодец. Вот, сала бер анам. Сала берейін ма? Үйге кете беріп жатқан жоқсың ба, сен жұта? 100% болды ма жаңағыдай? 98 біткен жүз. Біреу ма? 98%. Ай, шынымен айтты. Кім алды? Жоқ, одан көп ертешті азалмағанда. Бәрі алды. Бейбеші. Пакет ертең аласыңдар. Алды. Қойып қорын деді. Просто анау жаңа ержанда давайте. Қане? Енді ризасыңдар ма? Ризасыңдар ма? Ойынға. Бәрі риза емес. Рахмет. Риза болсаңыздар да болмасаңыздар да осы болып тұр енді. Басқа шанс жоқ болып тұр. Ал енді арнайы алған бүгінгі кештен алған сый-сияпаттарыңыз құтты болсын, бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Ең әуелі арамызда бәле шығаратын біреу бар ғой деймін мен. Содан кейін осы 50 жылдық кездесуімізден естелік болсын деп бір бокал, сол бокалмен шай ішкен кезде естерін алып отырсын деп бір сыйлығымызға беріп тастайық, бірақ жоға. Қосыл қошеметтеп қойыңыздар, арнайы сый-сияпаттарыңыз құтты болсын. Осылай керемет қуаныштан қуанышқа кенеле беріңіздер.
орта мектебini бітіргеніне 50 жыл толған асқарда әкелеріміз бен ақжаулықты аналарымыздың құрметіне достық, сыныптастық, сыйластықпенен арнайы сыйлықты ұсынып жатқан, осы бір естеріне түсіп, осы сыйлықты алып жатқан аналарымызға балаға соғып қойыңыздар, артық болмайтын шығар. Бір-бірден ұсынып қойыңыздар. Рахмет. Қазір енді сразу көріп алыңыздар, үйге барған кейін кетігенген анау болыпты, мынау болыпты деп айтпаңыздар. Кездескенде шай іше. Ержанға бермейді ме? Бар, бәрі. Ойында аяғын сыпып қойды кәде ол. Не деген идеямен жасаған, Міне, ең ұжылды кездесу. Құтты болсын 50 жылдық кездесу. Абай атындағы орта мектеп. Ой, тамаша. Міне бақал. Камераға бір жақсылап жағынат, бір түсіріп алыңыздар. Осы сыйлықты ескірмейтін естелік болып қалсын. Давайте көтеріңдер. Давайте көтіңдер бәрі. 50 жылдық абай. Мен абияттан мектеп жазып қоямын. Мен 50 жыл. Біреуің абай деген, біреу ері деген. Жазылмаған дастан Бірге. Күріштің ішіне бірдеңе жетіспейді зәрді. Қара қойын бір шай болса деп отырып тәрбілеміз. Үйде бар үстілердің уақыты. Болмаса ертең майыр пикап шықсаңыздар болады негіз. Нешесі келе сапсың арзаңын. Сізден бірақта жүретін Ал енді сый-сияпаттарыңыз құтты болсын, әрине әзіл ғой. Енді осы бір естелікті анаған беріп, мынаған беріп таратып жібермей, үйлеріңізге шаңырақтарыңызға ұстаңыздар. Осы бір достарымыз келгенде паш жүрген болса 50 жылдық кездесуде осы бір достарымыз ұсынып еді, осыны сыйлыққа тартып еді деп естелік болып қалсын деген ниетпен осы аналарымыз өздеріңіздің құрметтеріңізге ұсынып жатқан жайы бар. Аман болыңыздар. Енді мына кісілер жүр расчеттасып отыр ма не? Барлық әкелеріміз бен аналарымыз дастархан басына жайғасып алсын. Одан кейін бар барлығымыз бірге жырғап осы баяғыдағы музыкаларды бір жақсылап ән айтып алайық. Одан кейінгі бүгінгі керемет кешімізде сөйлемеген тағы да бір әкелеріміз, аналарымыз бар. Сол кісілердің тамаша бір тілегін тыңдайтын боламыз. Сыртта жүрген әкелерімізді, аналарымызды толықтай ішке қарай шақырайық. Сіздер мектеп бітіргендеріңізге 50 жыл емес, кәдімгі 49 жыл сияқты болып тұр көрдіңіздер. Өзіңіздің жасатпасаң ешкім қазір жасатпай деп тұрыз. Шақар, қартаймай, осы қалыптарыңызда, шаңырақтарыңызда, қуанышта, осы бір бүйім жұрт дос шаңырақтарыңызды қосып, басын жиып дүрбірген думан тойда аман есен дәл осы түспен қауышуды нәсіп етсін Құдай қаласа.
Рахмет. Татем күшті болып шықты ғой, 0-0 болды ғой дейме? Майовкіге тағы бір жинайық деп жүрмеңіздер. Рахмет. Енді адам баласы да ондай болады ғой. Бізде де ақша жетпей қап, майовкіге тағы да бір ақша жинаған жайымыз болған негізі. Жоқ, бүгінгі ақша толық жеткен сияқты өйткені күліп шықтыңыз ғой. Енді былай қылайықшы, қымбатты қадірлі Асқар тәуекелеріміз, ақжаулық таныларымыз, енді санаулы минуттар қалды ғой бүгінгі кешіміздің бітуіне де. Ең әуелі осы жақсылық қуанышымызда жаңа ғана айттық, барлықтарыңызға құлаққағыс жасадық. Бүгінгі керемет кешімізде барлығымыз бұрынғы кезімізді еске алып ән шырқайық деп. Қазір енді әнші балаларыңыз бір әнді қойсын, бір куплетін қойсын, қайырмасына келген кезде осы сыныптың ұлдары, қыздары болып қайырмасын бірге шырқап көрейікші. Арамызда әншілеріміз бар ғой. Ал енді бірінші музыканы қосайық, барлығымыз қайырмасына келген кезде айғайлап, жақсылап тұрып шырқайықшы осы музыканы. Ал кел. Жарасып сырласады Сендерге әрдайым орындар, алау біріне қолыңдар, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге Әрдайым орындар, Ағытау біріне қолыңдар, ақ тілек батамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Ой, рахмет, рахмет. Дәл осы қарқында майып күйін шығып кетсеңіздер де болған негізі енді күшті келе атқан сияқты менің ойымша. Ал келесі музыка барша сіздер құрметтеріңізге. Аспанға жұлдыздар Жұлдыздың ішінде сен Араймын жұлдызды самаймын, жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Былай кісі бала кездер қатты ғашық болған сияқты бір кісі. Ғашық болғанда шығар екен бұл. Сағат тойханада 12:30-да болып сап нормаль бірдеңелер шығарып сияқты болып тұр. Ал келесі музыка тарту етейік. Барлығымыз бірге шырқайық. Келесі музыка сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Армандастар қайда, аңғылыстар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Өндірген аспан едік, бәрімізге өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, замандастар қайда, қарлығаштар қайда екен. Оля, ең ашылып отқан сияқты. Ал енді келесі музыканы бір бұл кісілердің баяғыдағы бір музыкалары бар ғой, бір естен ғой бұл кісілердің заманындағы. Шәмші Қалдаяқ батамыздың жақсы бір әсем әндері бар. Сол бір әндерден ұсынып қояйық осы үлкендеріміздің құрметіне деп біліңіздер. Сіздер үшін. Қимайтын жан екенсің, жарияны. Қалқамау кез болдың ғой, қапияға шіркін. Өткізір жанарың ай, Жardıylar jamalın ay, қалқамау тұлағың ай, karadım ay. Kasıma varamadım, sizden bir janarmadım. Yersiz kalmam sana, arnadım. Ой, рахмет, күшті иә, байқадыңыздар ғой. Бүгінгі келіп кешті қайдан бастаймыз ау. Кішкене жақсарып келе жатқан сияқты болып тұр да.
келесі музыканы қайтадан қосайық. Осы жоғарыда отырған әкелеріміздің, аналарымыздың құрметіне болсын. Микрофондан сол кісілердің жанына мен ұсынып, жанына қарай тұра қалайын. Ал музыкадай болсын. Қайда болсын? Сіздер осы музыканы айтатын едіңіздер ғой? Жоқ. Қайда жүрсің, еркем ай, сағынып Ана кісі арыс жағасында соларды қосып берейік па? Ана кісі полный музыканы білетін сияқты. Байқадыңыздар ма жаңадан бері? Музыканы айтып жатыр. Арыс жағасында. Енді былай қылайық, қазір сәлден кейін болатын шығар. Енді ортамызға осы бір тамаша бір кешке жиылған барша достардың ішінен тағы да бір сөйлемеген қадірлі Асқар әкелеріміз бар. Ең бірінші Досанбаев Сатан Түйсекұлы. Одан кейінгі Ақжаулықты аналарымыздан Нұртазаева Нұрбахрам Нұрсағат қызы. Ал келіңіздер. Ахметова Биғайша Тұрсын қызы. Емелова Нұрмына Тұрған қызы. Асқар әкеміз үш бірдей жадыраған жайнаған ақ жаулықты аналарымыз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі кеш ұзағынан болсын. Ең әуелі енді өздеріңіз ренжіп жүрмеңіздер. Бүгінгі кеште ең соңғы сөйледік деп. Енді жаңадан бері жеребе бойынша тамаша тілектерді арнайы өздеріңіздің аттарыңызбен атап ортамызға шақырып жатқан жайымыз бар. Әкемізден сұрайық, кімнен бастаймыз? Өз сөйлейтін сияқты болып тұр бұл кісі. Бірінші. Ал енді қалған барша әкелеріміз, аналарымыз ортамызға шыққан бүгінгі кеш қонақтарының тамаша бір тілегіне құлақ түріңіздер. Әкемізден бастайық, тамаша тілек кезек өздеріңізде. Ал енді құрметті класстастарым, жолдастарым, бірге жүрген құрбыларым, Абай школында бірге оқып, бірге өсіп, Құлынтайда жүрген жолдас жобаларым, сіздерді көріп, мінекей қуанып жатырмын, көрмегендерімді жаңадан көріп, ол бір ғанибет екен. Енді не дейін, толқып тұрмын, сөйлей алмай тұрмын қазір пока. Мына 100 грамм болса сөйлемейтін едім. Енді сөйлеуге тура келіп тұр. Сөйле дегеннен кейін. Ал енді мына 50 жылымыз құтты болсын. Бәрімізге осындай 50 жылды тойлауға, 60-ты, 55-ті, 60-ты жаңағы балалар айтқандай тойлауға Құдайым нәсіп етсін. Барлықтарының осы отырған денсаулық, зор байлық, бала-шағаларының қызығын көріп, ойнап, күліп, немере шөбере сүйіп жүргендеріңе тілектеспін. Шөбере сүйген балалар бар ма екен біздің ішімізде? Алтынай сүйді ма? Жақсы. Молодец. Сенде сүйдің ба? Молодец, жақсы. Қанша шөбере? Біреу ма?
Алтынай сенде қанша шөбере? Çömere var çömere. Қанша шөбере? Екеу ма? Ой, біреу ма? Ой, бәрекелді. Жұғысты болсын иә. Менде біреу, менде де бір тал. Altayda iki ömeki, bende birev. Онда екіге жетесің, айттың алдың құдай. Қалдырған шығар құдай. Ал енді, не деймін, бүгін отырыстарың құтты болсын, дендерің сау болсын, тұпсынқан. Иә. Екеулеріңізге, төртеуің ба? Қанша өзің тұқамын? Төртеулерің ғой, көп рахмет. Осы ұйымдастырып, әнеуіне бер тұрсыңа сен айтпақсың ғой, неменен келем қалдым да. Өзің көрдің ғой, енді кешке жақын барып өзім жағдайымды айтып кеттім. Рахмет. Адеми. Keşke bana söyleseydim. Рахмет, мынандай мені ұйымдастырып, мынандай неғып жатқандарыңа көп рахмет. Дендерің сау болсын, бала-шағаларың қызығын көріңдер. Сендер де біз сияқты шөбере көріңдер. Басқа не деймін енді. Рахмет. Құрметті класстастарым, міне 50 жылдық кездесуіміз құтты болсын. Сендердің жүздеріңе қарап прям риза болып отырмын ғой, молодец. Бәрің прям күшті, керемет. Действительно, ана жақтан келе жатқан кезде қандай толқу болды. 50 жыл көрмеген қанша адамды көріп отырмыз. 45 жылдығымызда кездесті, 48 жылдығымызда, міне 50 жылдығымыз болып жатыр. Қандай тамаша. Мен өте ризамын. Әсіресе мынау ұйымдастырған Жайдарбек, Тұрсынхан, Гүлбаршын, бағилалар өте керемет, ризамын, молодец. Енді бұндай істейтіндер де бар, істемейтіндер де бар ғой. Басқа адамдардың көріп отырмыз де, енді біздікі өте тамаша. Ертең видеодан көресіңдер ғой, Құдай қаласа. Молодцы, ризамын. Бақытты болайық, өстіп күліп ойнап жүре берейік. 60 жылдық, 70 жылдық, 80, 90, 100 жылдыққа қатыса берейік. Аумин. İşte niye var sonra aytabilirsin. İşte kalmasın da. Burası oldu. Ал құрметті, қымбатты класстастар. Таня, Жайдар. Танямен қыз жолдасым болған, тұрмысқа шыққанда. Жолдасымды біліп, мың рахмет. Катя, Бағила, сендерге мыңдағы рахмет. Осының бәрін ұйымдастырып, оған қаншама нервтерін, қаншама уақыттарыңды бөлдіңдер. Сендерге мың рахмет айтамын. Ол оңай емес, ұйымдастыру, бәрін басына біріктіру деген. Мұндағы рахмет, бала-шаға немере шөбере сүйіндер. Бәріміз сол бала-шаға деп жүрміз ғой, немередің арқасында әйтеуір, тәуба, шүкір. Не айтамын тағы? Бәріне дендеріңе саулық, бастарына байлық, қайда жүрсеңдер де аман болып, өстіп, жарқырап, қартаймай, күліп ойнап, бір шағым шайымызды бөлмішіп, өстіп, жарқырап жүре берейік. Жылда кездесе берейік. Астанаға келіңдер, Құдай бұйырса. Тағы не айтамын? Өте қуаныштымын, ризамын. Пригласительді алған кезде шынымен мен көңіл босатты. Бәрінің көңіл босатты. Қалай әсер етті? Қазір де босатты ғой.
Азыр деп босаттым. Енді адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін неше түрлі басымыздан өтті, кетті. Құдайға шүкір әйтеуір. Немерелердің арқасында, балашығының арқасында шақпар жүріп жатырмыз. Ешкім ауырмасын, сырқымамасын, қартаймаңдар. Дендерің сау болсын, өстіп кездесе берейік. Класстастар маған сөз қалмады ғой дейміз. Жаста барлықтарың ниеттесеңдер сол тілекке қосыламын. 60 жасқа, 60 жылдық пен 55 жылдыққа енді осындай қуанышпен кездесейік ақтастырғанда. Ал сіздерге рахмет, күнде Катяға рахмет, таң атпастан бізбен сәлем сұрап тұрады. Ал Жайдар, Тұрсынхан, Бағила сіздерге көптен мыңда бір рахмет. Әр семьяда только бақыт, денсаулық болсын, бала-шаға аман болсын. Ал жамандықтың бәрі артта қалып, тойда ғана кездесейік деп Рахмет. Енді әкеміз үш бірдей ақжаулықтанамыз. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге Алладан алақан жайып тілейтін тілегіміз, бастарыңыз бақытты болсын, астарыңыз тақты болсын. Бүгінгі қазағым той қылып жатқан, өмірлері сәтті, көңілдері шатты, махаббаттары тәтті. Осы достардың тілегіне қосылғандардың шабалағы қатты деп бір алақан соқ қойсаңыздар жарасатын шығар. Рахмет. Фотограф қыздар бар ма? Ақша нормально шықты ғой, деймін, түсіргісі келмей қалды ғой. Енді қазір бұл кісілер суретке түсіп алсын, одан кейінгі бұл кісілердің құрметіне бір емес екі музыканы қосайық. Енді тойханамыздың уақытысы сағат 11-ге дейін дедіңіздер ғой дейме? 11-ге дейін жақсылап бір-бірлеріңізбен әңгімелесіп, енді өткен кеткен қызықтың бәрін осы бір дастарханда отырып айтып, әңгімелеріңіз жарасып, осы бір кешімізді одан кейін әрмен-қарата тамаша бір бимен жалғастыратын боламыз. Енді одан кейін қайтатын адамдар болса, қайта беріңіздер. Қайтпайым деген кісілер болса да, ақырындап қайта берсеңіздер болады. Бағана бір әкеміз айтқан еді ғой, бір үстінде гостиница жалғасып қойдық деп. Тұлтыңда төленіп болған. Бала дегенге келмейді ғой дегісі. Жиналып тұра қалыңыздар. Енді бұл кісілерді құрметтейік. Жаңа ғана сіздер тілек айтқан кезде бұл кісілерді тілектің соңын әсем бір бимен жалғанған кезде бұл кісілерді ортаға шығып биледі. Сіздер де бұл кісілерді сыйлап, құрметтеп, барлықтарыңызды бір емес екі музыкаға шақырайық. Бір жақсылап би билесіздер. Сүйіп сені көргенде, жұлдыздарға теңгенде, сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрмін ғой, әппақ гүлдер осыны. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрмін ғой, әппақ гүлдер
тиме жаным, сен үшін күйеді жаным жүрегім суық, суық, суық бұл жаным, жанымды бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ тиме жаным, сен үшін күйеді жаным жүрегім суық, суық, суық бұл жаным, жанымды Ал енді қымбатты да аса қадірлі асқар тәуекелеріміз, ақ аналарымыз бүгінгі керемет кешімізде өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызға 3 сағат бойы қызмет көрсеткен әнші-ұлдарыңыз, осы Жазиралы Жаркент қаласы, оның ішіндегі Үлкен Шыған ауылының тумасы Ақжандай ер азаматтарыңызға бір ерекше бір алаған соқ қойыңыздар. Одан кейінгі мен де сіздерге бөтен емес, біз бүгінгі міне Жазиралы Жаркент қаласы болса, оның ішіндегі еңбек жауының тумасы әкем мырза келді, анам шегірек, сол бір екі елден тараған ұлық тұрпақ, одан да ер азаматтарыңызмен болам. Қуанышты күндерде аман сау болыңыздар. Рахмет. Осылай сіздер секілді халықтың арқасында әйел алдық, машина алдық, үйге дүние алдық. Сіздер менің барымсыздар, сіздер менің басымдағы барымсыздар. Сіздер менің жалпы айтқанда жеп отырған қатын балашаға нанымсыздар ғой. Бүгінгі кеш болсын, кешіміздің соңында бір қаттырақ айғайлап шулап бір шабылақ соғып қоймаймыз ба? Енді келіңіз. Жарайды да, класстастарымыз, бүгінгі кешіміздің бірінші күні осымен аяқталды. Алла бұйырса, енді бұл Хаят Мейрамқас анасы администрациясына үлкен рахметімізді айтамыз. Бұндағы официант қыздарға рахметімізді айтамыз. Және бүгінгі тамада ұлан баламызға рахметімізді айтамыз. Еңбектері жемісті болсын, табысты болсын. Осылай сенің клиенттарың көп болсын, күнделікті болсын. Себебі бала шағаны бағып отырмыз деп асыңдар ғой, дұрыс. Бұл сендердің жұмыстарың. Енді музыкант балаларға рахметімізді айтамыз. Барлық класстастарымызға рахметімізді айтамыз. Осылай уақыттарын бөліп, келіп, күліп ойнап жатқандарына. Енді ертең бізде әлгі свободный график дей ма, демалыс неде болады, Лесновка жақтағы дачада болады, Маевка, короче. Сағат 9:30-да Лесновкаға баратын жолда, молодежныйдан өткендегі жерде кездесеміз, наверное, бәріміз, заправканың қасында. Заправканың ар жағында кездесеміз. Сөйтеміз ғой да, 9:30 дейміз, енді 10-ға дейін жиналамыз ғой, біздер қазақпыз ғой. Біраз 10 десек 10-да келемей қаламыз ғой кейде. Онда сөйтеміз, спортивный киімдеріңді киіп, значоктарыңды тағып, как положено, келіп. Енді күліп ойнап, жақсы өткізу өзімізге байланысты. Бүгінгі күн жақсы өтті деп ойлаймын өзім, баға берем. Өте тамаша өтті деп ойлаймын, енді сіздерге қалай екен. Өзіміз ұйымдастырғаннан кейін өзіміз баға беріп жатырмыз ғой. Онда барлықтарыңызға рахмет, қыздар, жігіттер. Біреуіңіз сағат 8-де келіңіздер, біреуіңіз 9-да, біреуіңіз 10-да, сөйтіп әйтеуір кеш батыратын шығарсыздар деп тұрмын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді Алла қаласа, енді анамыз айтып жатыр ғой, сағат 10-да сол заправканың жанында жиналатын шығармыз деп. Болса, Жазиралы Жаркент қаласындағы керемет бір Талдыауылының жанында керемет демалыс орны бар. Сол жерде өздеріңіз осы бір ағайын туыс болып, осы дос жарандар болып жиналуды Алла нәсіп етсін. Ең әуелінде рахмет айтып жатсыздар ғой, сіздерге мың алғыс. Негізінде енді мені бала деп нетіп атқан шығарсыздар. Мен дәл осы тұрысымда 3 қыз бір ұлдың әкесімін негізінде. Түріме мән бермей қойыңыздар, түріп оттай береді.
Енді қуанышты күндерде аман сау болыңыздар, нар болыңыздар, бар болыңыздар, ең бай қазақтардың бірі болыңыздар. Сіздесейік, біздесейік, әрдайым той думандар үзесейік қазақ елі. Қуанышты күндерде аман сау болыңыздар. Артымызға адалдық, басымызға амандық, бай болайық. Әумин.